Рахмет, қатысушылар қуанып жатыр енді Сатдәулет. Бірақ бір жан ғана қуанбай қалды, иә? Неге қуанбай қалды деген ойлар тұр енді. Дегенмен енді сізге жазатын қыздар бар шығар. Ондай жоқ. Жоқ. Ондай жоқ, Жақсы, мүлде сенейік. жоқ. Ешкім жазбайды маған. Негізі байқасаңыз, көбі сізді бір сағынған секілді, біраз танитын қыз жігіттер бар сияқты. Бекзат қой жоқ деп жатыр. Ой, кеше ғана баняға бардық өзіміз, кеше ғана. Садик, қош келдің бауырым. Шынымен де андай болады ғой, нақты сөйлейтін жігіттердің көбейіп жатқанына қуанып жатырмын. Тем более бағанағы мәселелер болып жатқан кезде нақты сөйлейтін жігіттердің келіп жатқанына өзім қуаныштымын. Келдің? Рахмет, бауырым, қош көрдік. Біз Бека екеуміз сыртта көп әзілдесеміз, бірақ дегенмен жүрегімде Бека мен үшін бауырымда жақсы көретін бауырларымның бірі. Мен көрермен ретінде қарағанда Аделяға пранк жасады ғой, сол кезде жүрегім бос емес дегенде айтқан еді. Сол үшін сұрағымды, сіздің жүрегіңіз одноразовый ма, тез ғашық болып, тез ұмыт қалатын? Жүрегім одноразовый болғанда жүрегім біреу ақ, енді бірақ тез ғашық болу, тез қалай айтсам болады, тез бауыр басып қалу деген мүлде болмайды. Тек танысып көруге болады, сөйлесіп көруге болады. Дегенмен, мен жұптық жасамаған бұл жерде. Мен конкретно айтқам, жұптық жасайым, мен только үйленем. Егер де жұптыққа отношениям баратын болса, онда мен сразу үйленем. Сізде тіпті менің есімнен шығып кетіпті, бірде бір жұптық болмады. Менде жұптық болмаған, бәрі таныстық болған осында. Сол үшін бұйырса мен осы сезонда өзімнің адамын кездестірсем, мүмкін. Сатдәулет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сіздің талаптарыңызды негіз сұрай кетейін деп едім, маған өте қызық болып тұр. Өзіңіздің талаптарыңызды айтып жіберсеңіз. Енді айтарлықтай талап жоқ. Өзімнің қалағаным болса, енді 18 бен 25 жас аралығы деп айтар едім. Мейлінше, енді тұрмыс құрмаған болса деп ойлаймын. Мүмкін жүрегім бір дыз ете қалса, мүмкін оған да қарамаймын. Біз ешкімді бөліп жаратындай бір дәрежеде емеспіз, бізді тек қана сол бір Алла ғана бөліп жаралады шығар. Мен тезек қабымен болу керек қой, ажыраспаған адамға ажыраспаған адам керек деп ойлаймын. Жаңағы екеуіңіз менен сұрап едіңіздер, жаңа қатысушы кім деп ойлайсыңдар дегенде, мен айтқан болатынмын, мүмкін Ханзада, Сатдәулет деп. Сол келіп қалыпсыз. Тілегіңіз орындалған сияқты. Орындалды. Мүмкін талғамызға келетін қыздар жоқ па еді? Сандуғаш, үлкен рахмет. Жаңада жардама кезінде өзінің кішіпейілдігін көрсетіп амандасып сөйтті. Мен де сізді өте қатты сыйлаймын. Қыздардың бәрі әдемі, шынымен де бәрі бірінен өткен, бәрі сұлу. Шолпан ханымның өзі чего стоит деп айтайыншы. Нақты бір типажыма келетін қыз бар деп айта алмаймын. Сырттай бір өз үміткерімді күтсем ба деген шынайы ниет. Дәулет, қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз, әрине, бірақ от всей души емес деп айтқым келеді. Күпат еткіңіз келіп жатқанын байқап қалдым, бірақ енді сондаймын мен. Тотқан үлкен ер азамат деген сияқты, мына жерде енді 30-дан асқан қыздар бар деген сияқты да. Енді жарайды, қош келдіңіз, бірақ мен жаңа сіздің расымен де шын көңілмен келгеніңізге шамалы күмәнданып тұрмын да. Себебі енді алдыңғы сезонда да отырдыңыз, осы жерде жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, мен жұп болмадым деп шамал халатына қараған сияқтысыз да. Қазір де негізгі басқа мақсатпен келіп отырған сияқтысыз алдыңғы жобадағыдай. Негізі осы соңғы уақыттарда, алдыңғы сезондағыдай, соңғы уақыттарда байқағаным бойынша сіз ән айтып жатсыз, клиптеріңізді көріп жатырық, өте керемет әндер шығарып жатсыз, бірақ сіздің сол әндеріңіз халыққа жетпей жатқан сияқты да, соны жеткізу мақсатында келіп отырған сияқтысыз да. Бұл жерден кеткеннен кейін қарым-қатынас құруға уақыт бөле алмадым деп. Енді сіз қазір осындай халықтың өнер адамысыз ғой енді. Мына жерде үміткерлер келіп, ертең өкініп қалып, оларға уақыт бөле алмай қалмайсыз ба? Жоқ, ол сұрақты бірінші өзіме қойып алған болатын. Қош көрдік. Или көрмедік па? Білетейін, нақты мәселе сыртта болды менде. Сол үшін сыртта болғаннан кейін уақыт бөле алмадық. Ал бұл жерге біз махаббат табу үшін келеміз. Сол үшін арнайы уақытымды бөле аламын деп айта аламын. Келген жаңағыдай қыздардың үміті ақталатын шығар бұйырса. Одан кейін жаңа ән деп қалдыңыз. Шынымен де сондай әндер шығарып, жаңағыдай жұмысым ретінде қараймын ол нәрсеге. Жұмысым ретінде қазір өзімнің продюсерім бар, білесіздер. Одан кейін сол мақсатта дамып алған болатынмын. Алдыңғы сезондарда жаңа хайп үшін келдіңіз ба деп тұрсыз ғой, енді бір жағы. Хайп үшін хайпымды жасап қойдым. Енді конкретно қыз керек болып тұр. Енді сіздің типажыңызда қыз қандай? Айдан сөз сұрау, Айдана неге көңіл-күй жоқ? Жоқ, Балауса ханым деймін да, өзімнің и так-та көңіл-күйім болмай отырған жетпеген Сатдәулет еді деп айтқым келіп тұр да. Мына жерде енді Ернар бар, Аян бар, енді Сатдәулет келіп тройной сияние болып жылтырап отыр ғой. Мына жерде қыздар келіп отыр деген сияқты. Бұл кісінің енді жүрегі қандай кең екенін барлығымыз білеміз. Әсіресе мен де білемін қандай. Қош келдіңіз, үшінші рет енді ер кезегі 3-ке дейін дейді ғой. Осы жол үмітіңіз ақталсын деп айтқым келіп отыр. Қош көрдік. Сатдәулеттің басқа айтары болмаған сияқты, бірақ Келді өзі, мысалға, жарқырап. Қош келдің, бауырым.
күлмеңіз әзірге. Енді кеп атсыз қой. Иә. Енді айдан айын сәл көңіл күй түсіп отқаннан кейін оны түсінеміз енді. Ол кісіге жауап бермей қойық. Досым қош келіп атсың. Әр адамның бақытқа бар таласы дейді ғой енді. Ергезек үшке дейін деп жатыр. Осы жол шынымен шынайы тілектеспін. Саттаулеттің енді анасын да жақсы танимын, өте қатты сыйлаймын. Ол кісіге де қолын ұзартатын келін керек деген сияқты. Осы жол шынымен шынайы ниетпен, кәдімгі нық қадаммен келіп отқан Саттаулетті көріп отырмын. Енді сөзіне бағанағы айтып жатыр. Өнер жолында жүргеннен кейін бірақ енді по-любому екінші жартысы керек, өзіне бір көмек демеу болатын үлкен жан керек деген сияқты ғой. Бірақ енді мынандай бір сұрақ бар да, жалпы жүрегіңізде, ішіңізде бір жабылмай қалған гештальттар жоқ па негізі? Гештальты жабылмай, сол гештальтын жабуға келген сияқтымыз деп айтып қалды. Гештальтым жоқ жабылмаған. Кішіпейіл қарапайым жігіт қой. Негізі 5-ші сезонда отырдың, иә, маусымда 6-шыда отырдың, енді 7-шіге келіп атсың. Негізі саған бұл жерден көрі сыртта бір қыз іздеген дұрыс сияқты деп мен негізі ойлап отырмын да. Солай. Өйткені сен тойда жүресің, көпшіліктің арасында жүресің, халықтың ортасында жүресің. Неужели саған бір көзі түскен бір қыздар болмады, осы ой кеп тұр да маған? Енді сыртта қыздар өте көп болды, андай қалай айтсам болады, жаңағыдай айтамыз ғой. Сәлем, қалайсың деген сияқтылар өте көп болды, бірақ та бір жүрегім бір дызылдап, осы менің болашақ жарым-ау, осы кеп қалады-ау деген сияқты бір нәрсе болмапты енді, шынымды айтайын. Жаңағыдай өзіңіз айтқандай бір қызбен серьезно сөйлесіп көргім келді. Бірақ енді жаңағыдай маған қатысты, оған қатысты кішкене бір мінез келіспеушілік дейміз, сондай бір нәрселермен жолымыз екіге кеткен болатын. Кешеден бері енді көріп атқан шығарсың, иә, мына жігіттердің арасында біраз мәселе болып жатыр, иә. Бұл жерде бұл жігіттер үлкені бар, кішісі бар, бір садик жасап жүрген сияқты болды. Жаңа сен келген кезде садик деп қуанып жатыр да. Енді сол садиктің мәселесін шешсе бір күшті болар еді деп ойлаймын. Мен ойлаймын, бұл жердегі жігіттердің бәрі ақыл тоқтатқан, өздерінің жан-жарын іздеп отқан жігіттер, бәрін жеке дара танимын. Сол себептен енді жаңағыдай садик деп қалдыңыздар ғой. Мен ойламаймын, бұлар садикте отырған балалар деп. Мен атайын деген жігіттер ғой. Мысалға, міне өзіміздің ініміз Нұрсұлтан інім мен мысалға кішкентай болса да өз адал еңбегімен ешқандай бір рет тек қана Аллах жолыңды ашсын, Аллахтан тек қана сұра деген ғана бір поддержка болды. Атак бір басқа жағынан ешқалай да бір көмек қолын созып, жаңағыдай халықтан мен әңгіме естіп жүрмін да. Шыны керек, қалай айтсам болады, ағасы келді де Нұрсұлтанды ханзада қылып кетті деген сияқты. Ол нәрсені біз шешпейміз, оны халық шешеді. Әр жігіт менің ойымша, әркім өзі жеке дара тұлға болу керек, және де солай деп ойлаймын. Сол жеке дара тұлға болғанда бұлар үйреніп қалдық ше. Жандағы отқан еркектер түсіре береді дейсіз бұл кісілер. Әбден үйреніп қалдық. Ол әңгіме ертең келдің ғой енді сен де тарапыңа сәл бір-екі минус нәрсе істеп қойсаң тағы отырады міне майда жігіттер, майда әңгіме деген сияқты. Иә, кешегі әңгімелер дұрыс емес шығар, бірақ енді ол әңгімені шығарып отырған біз емеспіз. Ол бір-екі жігіттер бар, определенно сол жігіттерге тақап айту керек та ол әңгімелерді. Енді сөзімен ісі сай жігіт қой, енді шынымен де нық сөйлейді, 30 жасар еркекпен 30 жасар еркек сияқты сөйлеседі, 20 жасар жігітпен 20 жасар жігітте сөйлесе алатын жігіт қой. Негізі нық айтатын сөзі бар жігіт. Мүмкін айтып атқан дұрыс шығар, сондай мәселелерді шешуге тап уақытында келген сияқтысың сен бауырым. Негізі темірді қызған кезінде соқ дейді, тура келген сияқтысың. Менің анамның ең жақсы көретін персонажы ол Нұржан да. Нұржан шыққан кезде бәрін ысырып қойып, жаңағыдай өзі тілекші болып отырады, осы баланы қатты жақсы көрем, әзілдерін бір болып атқан эмоциялық бір жағдайды басқа бір эмоцияға шығарып жіберетін бірден бір бала ол Нұржан. Ленталар жүрді жаңа нерде. Иә. Енді ол нәрсеге өз пікірімді айтсам, рұқсат па? Енді мен ойлаймын, бұл жерде кімге ауыр тиеді білмеймін, кім қалай қабылдайды, әркімнің өзінің санасында. Бірақ енді Ғалымжанды білем, жақсы қарапайым жігіт, өзіміз сияқты. Мен дегенмен ойлаймын, бұл жерде сайыс болғаннан кейін, бұл жерде бір адам халық қып адамды сайлады, және де әділ қазы алқалары сайлады. Сол үшін бір адамда бір лента болу керек, и бір медаль болу керек. Қалай айтқанда, Инстаграм желісіміз деп айтамыз, сыртта тағып жүрсе болады. Жаңағыдай қолдаушылардың көңілін қалдырмау үшін арнайы бір история салып дейміз ғой біздің тілде. История салып, үлкен рахметін айтып келсе болады. Көре алмаушылық көзқарастар болып қалмай ма деген сияқты ғана ой. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Сенің келгеніңе қуаныштымын әрине. Мен жаңа айтып кеттім. Сен көрдің ба көрмені білмеймін. Мен Нониді құттықтаған болатын. Бірінші кеп құтты болсын бауырым. Сен тез заслужил дедің. Еңбек етті, максимально очко жинады, халықтан очко жинады. Бірақ маған кеше осы нәрсе жіберген болатын. Бірақ сөзді көрсете алмадым да. Енді халықты сыйластық ретінде ғана мен тауып шыққан болатын. Болды. Бұдан кейін мен тақпайтын шығар, бірақ халықтың рахмет ретінде алғысымды білдірді, артық көре алмаушылық деген ой жоқ.
андай ғой, ініңнің өзі Ғалымжан жақтап құттықтап отыр да, сен де ініңмен қосылып құттықтайтын жерің еді да. Мен әлі мына Гаухар ханымның сөзінде қалып кеттім, садиктегі балалар деп жатыр да. Біз садик болсақ, Сағатжан сол жердің елкасы сияқты да. Келген біз садик болсақ, Саддәулет осы жердің елкасы сияқты. Жаңа жыл болған кезде балалар қуанады ғой, сол сияқты. Ал Саддәулет жаңа жыл сияқты да, бір келеді, жалт-жұлт етеді да, қайтадан жоқ болып кетеді да. Қазір келіп отырсың Саддәулет, өте керемет, қадамыңа гүл бітсін дейміз де, басқа не дейміз? Жалтырап, жылтырап жасап отқан тірлігің бір ұят сияқты негізінде, былай қарап отырсаң. Келіп отырсың енді, қош келдің. Осы жолы енді өзің теңін тауып кетесің деген ойдамыз. Енді былай келсекші, құрметті қатысушылар, Жанболат, мен саған тікелей былай сұрақ қояйын. Сен үшін ұят деген не? Мен үшін ұят деген бір жылтырау сияқты. Жылтырау, мен үшін ұят деген ол ақша таппау, еркек бар. Біреуге еркек бола тұра, бар басыңды ию, басқа бір тұлғаны мойындау. Ұят деген отанын сатып кету, ұят деген досқа адал болмау, ұят деген ата-анаңның тілін алмау. Деген еще осы жерде жарым тауып кетем деп қайта-қайта келе беруде ұят негізі ше. Әркім тағдырын әркім жазбайды. Егер мен өз тағдырымды жазатын болсам, мен өзімнің өмірімді кино қылып алатын едім да. Мысалға, Шерхан бауырым бар осы жерде. Бәрі алдындағы эфирлерді мен көремін, жібермеймін. Былай айтқанда, алдыға қарап шаппау керек. Жанболат, бауырым, сен жассың ба әлі, 20-дасың ба? Жаңағыдай садик деп қалдың, бірақ сол садиктің әңгімесінен сәл шығу керек, бауырым. Енді білмеймін, пікірің бір мақтадың, бір жамандадың. Либо сен жаманда, либо жақсыла. Жоқ, не байқап отырмыз, бір-екі пікірден қайта-қайта келу туралы әңгіме болып жатыр ғой. Енді оның арасында біз тізімге кіріп кетеміз да, біз де сіздер сияқты өзіміздің маусымымызда оттың бастарыңызға келмей осы жерге қайта айналып келмей бұл нәрсе түсінбейсіздер. Және де Жанболатқа айтқым келеді, Жанболат, сен де осы жерге үміткер болып келдің, қайта қатысушы болып келдің ғой. Сен де сол тізімге кіресің мысалы. Шүкір Алла, жетті осы. Енді андай ғой просто, сендер де айтқансыңдар. Вот видишь, сендер де мына жерде қайта-қайта келген қатысушыларға талай айтқансыңдар, получается. И өздеріңе келгенде қатты өкініп отырсың да. Көрдің ғой, ертең мен дәл өйстіп келіп отыратын болсам, маған да өйстіп айту мүмкін да. Дұрыспа, сен үміткер бол не, қатысушы бол не, барлығымыз бір жаңа орындықта, бір студияда отырмыз мысалы. Бірақ мен лично өзім өйтіп, қайта-қайта неге келе бересің тиіскенім болады. Мен үміткер. Дәулет, алысқа кетпей енді ұят деп айтып жатсыз ғой, мен барлығын түсініп тұрмын. Бірақ енді мәселе осы жерде болып жатыр. Бағдарлама аясындағы шарттарға байланысты айтып жатыр. Енді бәлкім сыртта кетуім керек болады деген әңгімені айтып қалмайсың ба деген секілді сұрап жатыр ғой. Бірақ енді жеке басына кімнің табыс табатыны басқа деген ол басқа мәселе деп ойлаймын. Жылтырауық деген нәрселерді енді сәл жиыстыру керек. Сіз сол нәрсеге айтып жатыр екенсіз ғой. Андай ғой, сәл адамның пікір айттың ба, осы болып жатқан ситуацияға айту керек, адам жекесіне өтпеу керек ол. Кім қазір 5 минуттан кейін не болып кететінін ешкім білмейді, бауырым. Саддәулет, қош келдіңіз. Мен мына қыздардың пікірінде қалып кеттім бар ғой. Кім Жанерке бар, сосын мына жерде Айдана бар. Білмеймін, Жанерке талаптарың қандай деп кіріп келді да, негізі кеше ортада отырғанда менің талаптарым ажыраспаған жігіт деп айтты да. Өзі Шерханға осы жерде жылап, еңіреп, мына жерде сорасы ақты да, бір кезде мен семен қайтам дейді ғой бүгін. Досыны, например, жігітінің енді досымен мен семен ертең қайтам дейді, бүгін қайтам дейді. Ол не әңгіме? Шерхан да ажырасқан, сонда Жанерке сен өз талаптарыңда ортада солай айтасың да, уже басқаша әңгіме айтасың жекеде. Айдананы да түсінбей отырмын, жаңа жылтырау, анау мынау дейді, білмеймін, Саддәулет ортаға келді ма, бір андай жайлылық сияқты, бір жылу, білмеймін, бір сондай сезімде негізі талаптар. Еще мен, білесіз ба, Бауырсахан, мен эфир қарамағым, именно Саддәулеттің эфирін қарағам осы жерде. Анасы келген бар ғой. Саддәулеттің анасына дәл сен сияқты қыздар керек емес. Тоқтады, Нұрдәулет шығып кетті да, сол Нұрдәулет келгеннен кейін екеуің ақылдасып барып, сен үміткер күтуге дайындаласың, ау негізі Жанерке? Сіздердің қарым-қатынастарыңыз нақты тоқтады деп айтуға болмайтын шығар, себебі Нұрдәулеттің бәлкім өзі келіп қалар. Содан кейін барып ортақ шешіммен тоқтар. Бәрібір де тоқтайды деген ойдамын, себебі ол адаммен қайттан таныстықты жалғастыру менің ойымда да жоқ. Және де ол маған керек те емес. Енді мында айтып жатыр ғой, Саддәулет ханзадаларды нетіп жүрма деген сияқты. Енді Саддәулет мында Нұрдәулеттің ең жақын досы ғой. Мен негізі сол ажыраспаған қызды күтем деген сөзін бір күтіп, әдейі тиісіп кетейін деп сұраған болатынмын. Және де Шерханды мында Айжан қайта-қайта қозғай бермеш. Шерхан саған қарамайды. Сосын мен мында Шерханға бірге қайтайық деген нәрсе болған жоқ. Сен менімен қайтасың деген сөз менің аузымнан шыққан жоқ. Айжан кішкене сөйлейтін кезде де сәл ойланып, кішкене демалып барып.
Мен мына жақта қыздарды түсініп отырған жоқпын да. Енді қош келдіңіз Саддәулет. Білмеймін тегі Саддәулет кіріп келіп еді, үндемей отыратын Сандуғаш та сөйлеп бастады, Жанерке бастады. Отырып қалған Ханшайым жаңағы Шолпан ханым да сөйлеп бастады деген сияқты. Білмеймін біздің қыздар что-то аш қасқырлар құсап отыр ма деп. Шерхан қарамап еді. Енді білмеймін Саддәулет сізге точно қарамайды. Айжан кішкене адам дейтін түріне қарап, білмеймін енді. Өзінің әліне қарап адамды таңдау керек сияқты. Бәріңіз де әдемісіздер ғой. Иә, баласа ханым, негізі жарайды, қыздар дұрыс айтасыңдар. Бірақ Иә. Саддәулетке айта кетейін, жаңа жылтыраған деп айтып жатыр ғой. Жаңа Айдана ше, жылтыраған емес, жүзі жылы, жаңа жайлылықты сезіп отыр мен әлі де ше. Ол оған ондай удочка не емес, қыздар. Мен сендер сияқты емеспін, екі жүзді Жанерке кеше дәл қасында отырып алып солай айтып алды ғой. Шерхан, жүр екеуміз қайтамыз бірге дейді. Бір досын шығарып салады да, екінші досымен кетеді екен да. Жанерке мен Нұрдәулеттің қарым-қатынасына байланысты мен айтып жатқан жоқпын. Сіз тоқтатпаңыз, жалғастырыңыз деп жатқан жоқпын. Бірақ бәлкім Нұрдәулет енді түсініксіз болып кетті ғой, ортадан шығып кетті. Сіздің позицияңыз өзіңізде, әрине сол позицияңызда қалсаңыз қала беріңіз. Бірақ бәрібір де келіп бір ортада таныстық болғаннан кейін бір сөйлескендеріңіз дұрыс па деген секілді сөздерді айтып жатқаным ғой. Себебі жалпы таныстықтың тоқтағанын біз түсіндік. Себепті бір нүктесі болсын, бір-бірлеріңізбен сондай бір абаласып ашуланып кетпеңіздер деп айтып жатқанымыз, және көрермендер де түсінбей қалды, соған айтсын деп жатқанымыз ғой.